Қытай бізге 108 миллиард теңге көлемінде қайтарымсыз грант бөліп жатыр. Біз неден сақтануымыз керек? 50 мың жұмыс орны пайда болады деген сөз. Жоқ, Айдос мырза, сұрақ басқа. Жоқ, енді себебін айтыңыз. Мында пара сұрағанның өзін қылмысқа айналдырайын деп жатырмыз. Пара алмақ түгілі. Си мырзаға біз 1,5 киік тартып өтті. Иә. Неге таза емес деген? Қытай біз ойлағандай құбыжық мемлекет емес. Біз неге өз жиі мемлекет пен билік шатастырамыз? Мен де халықпын. Мені халықтан бөлуші болмаңыз. Халыққа жағам деп жұмысын жасайтын болсаң, ешбір жұмысың бітпейтін анық. Қытайда көп болдыңыз ғой. Қазақстанның репутациясының мәселесі, аты абыройы тұрған кезде біз кейбір кезде белден де басуымыз керек. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймыз. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Айдос Сарым. Қош келдіңіз. Армысыздар. Бүгінгі негізгі сізбен біздің тақырыбымыз талқылайтын Орталық Азия Қытай саммиті. Өзіңіз білесіз, осы аптада Астанаға, елордамызға Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мырза келді. Өте ауқымды кездесулер өткізілді. Қаншама құжатқа қол қойылды. Қазақстан мен Қытай арасында 25 миллиард доллардың келісіміне құжатқа қол қойылды. Алдымен мына мәселені бастағым келіп отыр. Бізде әдетте көптеген президенттер, премьер-министрлер, мемлекет басшылар келіп кетіп жатады, бірақ та осы мемлекет басшысы, құрметті Тоқаев мырза, құрметті Си мырза деген сияқты айтылады. Ал асыл досым, құрметті менің досым деген сияқты сөз тіркестерін көп ести бермейміз. Оның үстіне білесіз, саясатта мысалға Черчилльдің Британияның жаңағы досы жоқ, мүдделесі ғана бар деген бар ғой. Осы тұрғыда бізде мына шығыс дипломатияның өзі шығыс батыс болып бөлінеді. Әрбір өзінің контингентке байланысты бөлінеді. Әр қайсының өзінің стереотиптері бар, өзінің қалыптасқан дәстүрі бар. Шығыс дипломатиясында достық қаншалықты маңызды рөл ойнайды? Енді қай дипломатияда да достық өте маңызды рөл атқарады деп айтуға болады. Себебі енді мемлекет басшыларының белгілі бір-біріне ұқсас тағдырының болуы, өмір жолының болуы, психотиптерінің бір-біріне жақындығы әрине көп нәрсеге ықпал етеді. Енді шын айту керек, енді біздің кеңістікте Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтай енді шын саясаткер жоқ. Әлемдік дәрежедегі дипломат, ұзақ жылдар бойы Қытайда істеген, қытайлармен еркін Қытай тілінде сөйлесе алатын. Есіңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын Мәскеуде парад болған кезде де, мысалы үшін екі басшы қатар отырды, еш аудармашысыз емін-еркін Қытай тілінде сөйлесіп, пікір алмасып, жағдайын жасап отырды дегендей. Бірақ енді екеуі бір жағынан енді құрдас, екеуінің енді өмір жолдары, көргендері, дүние танымы, пайымы бір-біріне жақын деп есептеймін. Сол себепті де бір-біріне досым, асыл досым, құрметті досым деуі, немесе өзінің сөзінде Си Цзиньпинді шын жоғары дәрежеде бағалауы Қытайдың ұлы қайраткерінің бірі деуінің өзі. Көп нәрсені аңғартады. Ол шынайы сезімнің барлығы. Және енді оның басқа да дәлелі бар ғой. Мысалы үшін пандемиядан кейін шыққанда ең бірінші халықаралық сапары Қазақстанға болды. Си Цзиньпин, есіңізде болса, өзінің алғашқы бір белдеу, бір жол деген жоспарының өзін Қазақстанда айтқан болатын. Сол себепті Қазақстанды ыстық көреді. Енді оның тарихи де себебі бар деп айтуға болады. Си Цзиньпиннің әкесі Шыңжаңда біраз уақыт бойы партияны басқарған. Мао Цзедуңдардың кезінде. Яғни қазақ деген ол үшін алабөтен халық емес. Бала кезінен көрген, әкесінің де айтқаны болар, өсиеттері болар, басқасы болар. Жалпы қазаққа деген көзқарасының дұрыс екендігі анық. Мен білсем, дәл осындай дәрежеде басқа әлемнің басшыларымен дәл осы дәрежеде сөйлесіп жатқанын енді сирек байқайсың. Және Қытайдың да енді шын айту керек, 5000 жылдық дипломатиясы, 5000 жылдық мемлекеттік басқару үрдісі, дәстүрі, мектебі бар. Египеттен кейін көне дипломатия. Иә, енді Египетті енді ол мемлекет бүгін бар ма жоқ па, оның ізбасары жоқ. Папирусқа жаңағы пирамидаға жерлеп, папирусқа қағаз салып жүрген Египеттің азаматын көрген жоқ. Араб мәдениетінің өкілдері қанша дегенмен. Ол өлі мәдениет. Бірақ анау дәстүрі үзілмеген, кітабы сақталған,
жұрты әлі күнге дейін тамсанып айтатын мектебі бар. Сондықтан енді бұның ішінде де жаңағыдай кімге қалай қарау керек, кіммен қалай сөйлесу керек, ішіңді қалай бермеу керек деген сияқты нәрселерді бұлардың саясаткерлеріне бала кезден үйретеді. Және бұлардың енді мектебінің де тәсілі сол. Тарихи неше түрлі жаңағы бір болған жағдайларды, осындай бір коллизияларды немесе қиыншылықтарды тарихи суреттермен нақыштап отырады. Мінекей баяғыда осындай император осындай жағдайда былай еткен екен, мынау былай дейді екен, мынау мынадай жағдайда былай ету керек екен деген нәрселер бұлардың енді мемлекеттік басқару жүйесінің үлкен бір бөлігі. Айдос мырза, қазір біз осы саясатқа кейінірек тоқталамыз. Келісімдерге, қос мемлекет тарапынан Орталық Азия арасында қарым-қатынасқа. Ал мен мына сұраққа жауап беріп алсақ, негізі Қытайда көп болдыңыз ғой? Енді 5-6 рет болды. Қытайдың институттарына барсаңыз, Қазақстан танитын, Қазақстанды зерттейтін кәдімгі институттар көп. Жеткілікті. 150-ден астам. Біраз университетте қазақ тілін оқытып жатыр. Біздің белгілі тіл мамандары, тарихшылар сол жаққа барып әлсін-әлсін сабағын беріп жүреді. Кәдімгідей жақсы нәпақа жасап. Бізде Қытайдың жоғарғы іргелі университеттерінің факультеттері ашылып жатыр. Бірақ Қытай тану институттары, Қытайдың ішкі саясатын, Қытайдың ішкі әлемін білу жағынан біз қаншалықты жетікпіз? Немесе қазақ қоғамы Қытайды қаншалықты білет? Енді бізден жағдай шынымды айтса, бір жағынан күлкілі деп айтуға болады, екінші жағынан шын мәнінде ойланатын тақырып. Бізде мысалы үшін маманданған, мысалы үшін Ресейдің өзінде батыспен қанша жауласса да ақш Канада институты бар, академиялық институт. Қаншама дәстүрі бар. Мінекей ақшқа қатысты саясат бірдеңе талқыланған кезде ең алдымен соның мамандарын тыңдап алады. Мінекей мынадай жасап жатыр екен, сіздер қалай ойлайсыздар деген. Бізде майда шүйде орталықтарымыз бар, Қытай танушыларының ассоциациясы бар, қазір бірігіп жатыр. Алматы жақында үлкен құрылтай өтті. Енді ғана басталып келе жатыр. Шындаса бізге ең дұрысы. Енді менің ойым, онда ашықта, жабық жазба ретінде де жоғары жаққа бергенім бар. Мысалы үшін Ресей тану институты керек, Қытай тану институты керек. Біздің үлкен көршілеріміз. Оның ішінде біз біліп отыруымыз керек. Қытайдың баспасөзі былай деп жатыр екен. Ғалымдарының ойы мынаған саяды екен. Талдау жасалу керек. Әртүрлі бақ, тіпті әдебиетін де зерттеу керек. Неге қарапайым мысал, бүгінгі күні қазақ халқы Қытайдың әдебиетінде, Қытайдың мәдениетінде қалай қарастырылып жатыр? Ол жақсы бағытта ма, жаман бағытта ма? Бізді бұрынғы отара деп жатыр ма? Мысалы үшін Ресейге келетін болсақ. Әлде бізбен иық теңестіретін осындай бөлек бір мемлекет деп қарастырып жатыр ма дейтін сияқты мәселелерді біз өзімізге қайта-қайта қоя беруіміз керек. Соған ізденуіміз керек. Бүгінгі күні енді Қазақстан, енді шынымен енді орыстың әдебиетін бір адамдай зерттеп жүрмін. Енді бізден шыққан жақсы авторлар бар. Біздің Қазақстанмен шекарада тұрып жатқан қазақтар туралы жазылып жатқан дүниелер бар. Бірақ қазақтар, шын айту керек, мысалы үшін Ресейдің дүниетанымдық картинасында көп орын алып жатқан жоқ. Бір жағынан ол жақсы да шығар. Мен мысалы үшін барып қатты алыңдар едім. Егер мысалы үшін кезінде мінекей қазір Қырым дейміз, Севастополь дейміз, Донбасс дейміз. Осыдан 30 жыл бұрын Лужков сияқты саясаткерлер, Проханов сияқты жазушылар үнемі қылқылдап айтып келе жататын. Иә? Севастополь деген біздікі, Қырым деген біздікі, оны ешқашан Украинаға бермеу керек, басқа деген сияқты. Бұл ешқашан күн тәртібінен түспеген. Ресейдің патриоттық басылымдарында 2 мақаланың бірінде айтылатын тақырып болатын. Бұл ақыры айналып келіп, үлкен мейнстримге айналды. Мейнстрим ақыры бұл саясатқа, тікелей соғысқа, басқасына апарды деп айтуға болады. Құдайға шүкір, біздің мысалы үшін ондай жағдайымыз жоқ. Бірақ Қазақстан, қазақ елі әлемдік картинада, әлемдік дүниеде көп орын алып жатқан жоқ. Есесіне мен қазір бүгін Қытайдың бірнеше Женмин Жибао бар, басқа да басылымдарын енді орыс тіліне, қазақ тіліне аударылатындар да бар. Қытайдың мықтылығы қазір қазақ тілінде де көп ақпарат шығарады. Иә, соған қарап отырып, Қазақстан тұрақты, бізге серіктес, біздің Орталық Азиядағы ең сенімді жақтасымыз, одақтасымыз дейтін сияқты әңгімелер көп айтылатын болып жүр. Бұл жақсылықтың нышаны. Осы жерде мынандай сұрақ туады.
мына мемлекет басшылары көп елдерде ауысқан кезде енді партиялық билік бар, басқа да бар, мемлекеттің саясаты да түбегейлі өзгеріп жатады. Ұстанымы да өзгеріп жатады. Өзіңіз жақсы білесіз, қазір мысалға демократтар мен республикалықтар ақш-та алуға болады. Ресейдегі саяси билік өзгерген кезде жүйе де өзгереді деген сияқты. Енді Қытай халық республикасын алсақ, ол жақта мысалға төрағалардың ауысуы саяси бірізділікке қаншалықты әсер етеді? Негізі жалпы саясаттың басты заңы мемлекеттік қағида өзгермеу керек. Мемлекеттік мүдде өзгермеу керек. Рас, бүгін демократ келуі мүмкін, ертең коммунист келуі мүмкін, бар бұны либерал келуі мүмкін. Бірақ ақш-тың да саясаты ұзақ жылдар бойы осыған сайып келді. Демократтар келіп жатты, республикалықтар келіп жатты, бірақ Орта Азияға деген бір ортақ бір көзқарас болатын. Мына бүгінгі Трамптың келуін, мысалы үшін, бұл дәстүрлі жағдайдан ауытқу деп түсінуге де болады. Негізі дұрысы, мейлі кім болса да, енді сыртқы істер министрлігінде істеп жүрген азаматтар кәсіби дипломаттар. Елшілік үнемі істеп келе жатыр. Алынған міндеттемелер бар. Тасқа таңбаланғандай келісім шарттар бар. Оны атқару қажет деген сияқты қағидаттар, олар өзгермеу керек. Сонда ғана үлкен саясат жүргізуге болады, сонда ғана көршіңе сенімді қарауға болады, инвестиция құюға болады, сауда-саттық жасауға болады дегендей. Бұл тұрғыдан енді Қытайдың саясатына, дипломатиясына қайран қалатын жағдай бар. Енді Дэн Сяопиннен бастап саясаты негізгі өзгеріссіз келе жатыр. Негізгі бағыт. Негізгі бағыты. Иә? Бір мәселеде кішкентай бір кикілжің шығып қалуы мүмкін, түсінбестік болуы мүмкін, бірақ негізгі вектор ол ауыспайды. Өкінішке орай енді әлемдегі демократияның дағдарысы дейтін бүгін көп талқыланып жатқан тақырыптың бірі, оның ішінде батыстың баспасөзінде, саяси журналдарында көп айтылады қазір. Бұл мемлекеттің саясатына, сапасына әсерін тигізбеу керек, кері әсерін тигізбеу керек деген әңгімені олар да айтып жатыр. Сондықтан енді білмеймін енді қандай не болатынын алдағы уақытта енді көре жатармыз. Бірақ негізінен саясаттың мығым болғаны, саясаттың негізгі векторының ауыспағаны жақсы. Енді Қазақстан туралы айтайын. Енді мен бұл мәселені көп айтқам. Қазір Тоқаевтың орнына кім келсе де, әрі кетсе бір апта тулар, мен билікке жеттім басқа деді. Біраз белгілі бір уақыттан кейін сен дәл осы саясатқа түсесің. Арнаға. Осы арнаға, осы бағытқа түсесің. Өйткені басқа жол да жоқ. Бәрібір көп векторлы саясат жүргізесің, бәрібір сенің көршің Ресей, бәрібір сенің көршің Қытай, бәрібір сенің көршің мұсылман әлемі, Орта Азия, Орталық Азия. Сондықтан бұдан ауытып кетудің өзі екіталай нәрсе. Бірақ осыны өнер қылып ұстап отыру, экономикада бүкіл жағы баптардың, векторлардың, бағыттардың үлес салмағын бірдей қылып ұстап отыру, ол үлкен өнер. Біз Құдайға шүкір осыны соңғы 30 жылда қалыптастырдық және соған соны сақтауға тырмысып келе жатырмыз. Шамамен әр үлкен ойыншының үлес салмағы 25-30% арасы. Біреуінікі сәл асуы мүмкін, кемуі мүмкін, бірақ негізгі мүмкін мынада 50%-дан артық дейтіндей үлес салмақ жоқ. Бұл енді Қазақстан үшін өте бір қажетті қағидаттың бірі деп айтуға болады. Оны ешбір заңға немесе ешбір ресми құжатқа енгізіп жатқан жоқпыз. Бірақ бұл қағидаттың бар екені, ол жағы шешім қабылдайтын азаматтардың көкейінде жүргені анық деп айтуға болады. Бұл сұрақты қойған себебім, негізі Си мырза Қазақстанға келген сайын осы мемлекеттің тұтастығына қашанда құрметпен қарайтын және де оған кепілдік беретін жайында жиі айтады. Осы жолда сол мәселе көтерілді. Мемлекет басшысы Тоқаев мырза да Қытай тарапынан, Си Цзиньпин тарапынан мысалға ешқандай осы уақытқа дейін саяси талап қойылмаған айтқан едінде. Алғы шарт қоймаған, белгілі бір талап қоймаған. Енді қазір көріп отырмыз ғой. Кейбір елдерге дос болу үшін сен маған кем дегенде жер асты байлығының 50%-ын бер, 51%-ын бер дейтін алғы шартты да көріп отырмыз. Немесе сен менімен дос болғың келсе, анаған жолама мүлдем, ана топқа жақындама, армияңды тарат, немесе басқаңды басқа қыл деп атқанда жағдайларды көріп отырмыз. Ол осы біздің өзіміз халықтың 99% түсінетін қазіргі постсоветтік кеңістікте болып жатқан жағдайлар. Жиі болып жатқан. Жиі болып жатқан және әртүрлі дөрекі шектен шыққан жағдайын көріп отырмыз. Бұл бір мәселе. Оның қасында Қытайдың саясатының, мінекей, сіздің
тұтастығыңызды, тәуелсіздігіңізді, жеріңіздің тұтастығын, басқасын қамтамасыз етуге қандай ауа райы болмасын, қандай заман болмасын, дайынбыз дейтіні, ол өте бір қазаққа қажетті месседж деп айтуға болады. Себебі бірінші рет қашан айтылды, есіңізде ғой. Онда бұрында айтылып келді, бірақ дәл осындай категорический формада, қандай жағдай болмасын, кім осы Қазақстанға жаңағы көзін алартпасын, біз Қазақстанның жағында боламыз және кепіл боламыз дейтін әңгімені 22 жылы пандемиядан келген кезде Си Цзиньпин Қазақстанда жақсы қылып айтты. Ол жақсы қабылданды және. Бұл жерде дәл осы уақытта Ресей мен Украина арасындағы соғыс басталып кеткен болатын. Дәл осы кезде біздің қазақтың ішінде де абыржу көп болды. Ертеңгі біздің күніміз не болады, қалай боламыз дейтін әңгімелер туындап жатқан кезде алдымен Си Цзиньпин мырза, артынан Ердоған мырза келіп осындай әңгімелерді айтуы, бәлкім кейбір енді шын мәнінде қазаққа қара ниет болып қарап отқан екі ойлы басқа бір саясаткерлерге, саясаткер сымақтарға аузына құм құюына сеп болды деп ойлаймын. Және ең бастысы енді қоғамның өзіне деген сенімі. Мінекей енді осы кездің ішінде талай енді шын айту керек, біз қазір бір керемет бір өзгерістерді басымыздан өткеріп жатқан халықпыз. Мен ойлайтын едім, мысалы үшін негізгі қоғамдық пікір деген бір өзгеріске түсу өте қиын. Қоғамдық философия, қоғамдық көзқарас дегендерді өзгерту өте қиын нәрсе ме деп мен де ойлап келген болатын. Бірақ біз қазір өзіміздің қолымызбен тарихты өзгертіп жатырмыз. Екі ғана мысалын айтайын. Бір мысал үшін біз үлкен уақыт бойы ядролық қару, атомдық бомба, басқа деген сияқты нәрседен қорқып үркіп қалғанымыз сонша, атом станциясы, атом энергетикасы дейтін нәрсеге қорқа үрке қарайтын жағдайда болдық. Оған себеп те бар. Біздің елімізде Совет одағы ядролық қаруын қайта сынады. Оның кесапатын, кеселін әлі күнге дейін басымыздан кешіп жатырмыз. Жеріміз уланды, азаматтарымыз науқас болды, кемтар болды, басқа болды. Сол себепті де қазақтың ішінде бұндай үрейдің болуы заңды бір жағынан. Бірақ мінекей, егер мемлекет кәдімгідей үлкен күш салып, дұрыстап кірісе алатын болса, оған бүкіл ресурсын жұмылдыра алатын болса, қоғамдық пікірді өзгертуге болады екен. Біз бүгін емін-еркін бір емес, екінші, үшінші станцияны қайда саламыз дейтін әңгімені ашық, қорықпай жүргізіп келе жатырмыз. Немесе осыдан 2-3 жыл бұрын есіңізде Қазақстан Орталық Азияда тұңғыш мемлекет болып, Қытаймен визасыз режимді енгізу туралы мәселе қойды, оны өткізе білді, дәлелдей білді. Сөзімді аяқтайын. Сол кезде мысалы үшін синофобия дейміз. Яғни Қытайдың алдындағы үрей өте бір үлкен дәрежеде болды. Әсіресе қазақ тілді аудиторияда. Мінекей одан бері визасыз режим енді. Өткен жылдың нәтижесі бойынша 600 мың азаматымыз Қытайға барып келді әртүрлі себеппен. Бизнеспен, туризммен, баласын оқытып жүр, ем-дом алып жүр, басқасымен дегендей. 600 мың адам енді әрқайсының кем дегенде қасында 4-5 адамы бар дейтін болсақ, 3-4 миллион адам көз ашылды деп айтуға болады. Қытай біз ойлағандай құбыжық мемлекет емес. Қытай біз ойлап келгендей қазаққа көзін алартып, қалай болса да қазақты мұқату үшін жаралған империя емес дегенге көзін жеткізіп жатыр. Және Қытайда өзінің саясатымен, өзінің ұстанымымен, Қытайдың бір ерекшелігі мысалы үшін. Мен осы кезге дейін Қытайдың бір депутаты қазаққа қарсы, Қазақстанға қарсы сөз айтқан естімеппін. Соның барлығы шын айту керек, бүгінгі күні жұрттың көзінің ашылуы, жұрттың тікелей барып Қытайды өзінің көзімен көргені, ондағы болып жатқан өзгерістерді сезгені, айқындағаны меніңше үлкен жаңалық болып жатыр, және ең бастысы қазақтың көзін ашып жатыр. Қазақтың бүгінгі күні басын дүйім көпшілігінің көзқарасы Қытайға деген өзгеріп келеді. Бір ғана мысал айтайық, мінекей, бәріміз Астанада отырмыз. Мына жерде ЛРТ дейтін бәлені салып жатыр. Қазір астаналықтардың өзі күнде көріп жүр. Сағат 7-тен бастап күн шыққан бойдан жұмысқа кіріседі, күн батқанға дейін осының басқасында жүреді. Мейлі аяз болсын, мейлі күн қайнап тұрсын, бірақ жұмысын жасап жатыр, және аяқтауға жақындады. Түскі астар 20 минут екен. Енді тек тамақ ішті, жұмысты деген халық қой, енді еңбекке деген көзқарастарына біз үйренетін шаруаның бірі шын айтса. Сонда айтпағым, қазір астаналықтардың енді таксиде, басқада көп әңгімесін естиміз ғой.
осыны 15 жыл баяғыда қытайларға беріп тастау керек еді. Қазір әп-әдемі пойызбен үйреншікті жағдайда жүретін станциялар да көп болады деген сияқты әңгімені айтып жүр. Немесе біздің ақтөбелік әріптестеріміз жақында аймағына барып келді. Сонда 2-3 жолдың учаскесін қытайлық компаниялар жеңіп алыпты тендерін. Сонда бұрын енді өре түрегелетін қазақтар бүгін өздері айтып жүр дейді. Қытайлардың алған жақсы болды, бұлар сапалы салады, уақытында салады. Біздікіндей абдырап, бітіре алмай қосымша ақша салып, сұрап басқа айтып жүрмейді дегендей әңгімені айта бастады. Бұның өзі де қоғамда болып жатқан күрделі бір сананың ішіндегі бір сілкінісі деп айтуға болады. Шығыстағы жолымыз Қытай жағы бітірген, біз жаққа келген кезде енді сол себебі неде? Енді біздің бейғамдығымыз, біздің енді шын айту керек. Халықаралық келісім ғой былай қарасаңыз. Халықаралық келісім. Оның артында бір емес, екі мемлекет басшысының қолы тұр. Екі үлкен мемлекеттің көзқарасы тұр, келісім шарты тұр. Енді еңбектенуге де болады ғой. Әкімдерге де, көлік министрлігіне де. Ескертіп алып, сол үшін алдымен қауіпсіздік кеңесінде қатаң сөгіс алды. Соны жұмысын дұрыс дәрежеде жүргізе алмаған үшін кетті ғой деген әңгімелер айтылып жатыр. Бірақ енді шын айту керек, кейбір жер учаскелері әлі күнге дейін сатылып алынбаған. Яғни иелерімен саудаласып, бірдеңе етіп жүр. Мысалы үшін Қытайда бұндай жағдай болатын болса, әй-шайға қарамай, баяғыда мәселесін шешіп тастырады. Біздің сол айтып отырмын ғой, бойкүйездігіміз, біздің енді шын айту керек. Осындай халықаралық жағдайға келген кезде, Қазақстанның репутациясының мәселесі, аты, абыройы тұрған кезде, біз кейбір кезде белден де басуымыз керек. Бұл айналып келген кезде тек қана бір отбасының, немесе бір компанияның ғана мәселесі емес, бүкіл мемлекеттің абыройы. Сол себепті де мемлекет басшысы осындай қатал қадамдарға баруға мәжбүр болып отыр. Ол жақсы маман шығар, басқа шығар, бірақ енді өзіңнің де кінәң емес шығар. Бірақ енді министр болдың ба, министр ретінде жауап бересің деген принцип бар. Бұрынғыдай жаңағы бір жерде отырып екінші жерге бара салатын деген қазір саясат жоқ. Бүгінгі кадрлық саясат бөлек. Қазір ол кадрлық саясатқа келді ме істе, келмеді ме қош бол дейді, болды. Қазір кадрлық саясатқа жеке тоқталайық. Ақыры мына логистика мәселесін қозғадық қой. Қалай айналдырып келсек те, біз қазір экономикамыздың жалпы ішкі өнімдегі үлесі 6%-ке артқан естіген шығарсыз, білесіз. Парламентте жиі айтылады, үкімет мүшелері келіп есеп береді сіздерге. Бұл алғашқы 90-дағы 6% өте жақсы көрсеткіш. Енді осы динамиканы сақтау керек. 8% болған былтыр осы кезеңде. Сақтай білу және де тіпті қажет болса арттыруға да мүмкіндік бар ғой бізде. Сұрайын дегенім, біз осы 6%-ке үлкен үлес қосқан ол логистика. Логистика, тауардың айналымының өсуі, өңделген өнімге біздің басымдық беріп жатқанымыз. Біз бірақ енді Қытай Халық Республикасы оқшыз жақында ғана Қазақстанды айналып өтетін, Қырғызстан мен Өзбекстан арқылы Қазақстанды айналып өтетін темір жол құрылысын ұсынғанын хабарлады. Бұл енді келешекте транзиттік мүмкіндіктерімізге біздің кесіріміз тигізбей ме? Жоқ, енді Қытай ең алдымен қанша жерден дос болса да өзінің мүддесін ойлайды, біріншіден, екіншіден аймақтық саясатын жүргізіп отыр. Қытайға, мысалы үшін барып, бүкіл Қазақстанға, Орта Азияның көзін алартып қойып, тек қана Қазақстанға басымдық беру олар үшін де тиімсіз нәрсе. Сондықтан ол жалпы, енді байқасаңыз, енді кейде мынандай кеше бір журналистер сұрап жатыр, енді Қытайға бұл не үшін керек деген әңгімені айтады. Сонда былай деп жауап берген болатын. Қытай бәлкім үлкен эгоизмнен туындаған саясат жүргізіп жатқан шығар. Бірақ ол эгоизмнің бізге пайдасы мол. Ол былай. Мысалы үшін Қытайдың қазір тек қана мұнай мен газға ғана емес, өндіріске ақша салып жатқаны Қазақстанда еңбек орындары болсын, Қазақстанның өнімін сатып алайық, ауыл шаруашылығының тауарын алайық, өңделгенін алайық деуінің артында айналып келген кезде Қытай өзінің мәселесін шешіп жатыр. Мінекей кеше біз үлкен тарихи шешімге қол қойдық. Орталық Азияның 5 мемлекетімен Қытай бір тағдыр саясаты дейтінді. Алдыға тартып. Тағдыр ортақ көршілер қауымдастығы. Қауымдастығы деген. Біз бір-бірімізге ешқашан оқ атпаймыз, қару кезенбейміз. Бүкіл мәселемізді ымырамен, дипломатиямен шешеміз. Бір-біріміздің елімізде бір-бірімізге саясат жүргізгісі келетін террористік, экстремистік, басқа топтарға тыйым саламыз, бірге күресеміз дейтіннің барлығы айналып келген кезде Қытайдың үлкен бір саясатының, үлкен көрегенділігінің, ұзақ мерзімді стратегиясының бар екендігінің көрінісі де айқын. Қазақстан тыныш болатын болса, Қырғызстан тыныш болатын болса, Өзбекстан тыныш болатын болса, еңбек орындары ашылып жатса, экономикалар дүркіреп өсіп жатса жылдан жылға, қоғамның
азаматтардың көңілі тоқ болады. Көңілі тоқ қоғам ол достыққа да жақын болады. Жақсы бір не деген туризмге де басқасына да айналып келген кезде біздікі де солай. Бізді яғни қырғызды немесе өзбекті қызғанбауымыз керек. Тіпті солардың жерімен өткен темір жолдың өзі айналып келіп Каспийге тіреледі бір жағы. Каспийден жаңағы Ақтау портының қасынан Құрық портын дамыту, соған жаңа үндеу жасауы. Енді бүгін қазір зерттеліп жатыр, қандай қаражат керек деп, басқа деп. Қазір мысалы үшін араб мемлекеттері Ақтау портына үлкен қызығушылық білдіріп, қазір қаражатын да салып жатыр. Үлкен компаниялары логистикалық келіп жатыр. Жаңа танкер алу, жаңа контейнеровоз алу деген сияқты мәселелер қазір жұмыстың үстінде тұрған нәрселер. Елестетіп қараңыз, президенттің нақты тапсырмасы болды стратегиялық. Біздің сыртқы істер министрлігі, үкімет осының бәрінің жолын ашу керек. Біздің парламент осының бәрін заңдастыру керек дейтін мәселені қойды. Біз осы соңғы бір жарым жылдың ішінде 6-7 тек қана Қытаймен, Орта Азиямен, Орталық Азиямен, Әзербайжанмен, Түркиямен, басқалармен осы орталық дәліз дейтінге қатысты ратификациялар жасадық. Бұның барлығында мақсаты біреу. Біріншіден, қазір енді әлемдік геосаясат күрделеніп кетті, қарбалас заманда өмір сүріп жатырмыз, көріп отырмыз қалай болатқанын. Кезінде мысалы үшін Қытайдың портынан шыққан кеме әрі кетсе бір 25-30 күнде Еуропаның ең алыс портына жететін. Қазіргі күні таяу шығыстағы үлкен қақтығыстар, хуситтердің әрбір танкерге ракета ату басқасы әлемдік сауда саттықты қиындатып жіберді. Суэц каналынан өтетін кемелердің саны 60%-ға құлаған. Олар бұрынғы Васко да Гама заманында, бұрынғы Колумб заманындағыдай Африканы айналып өтетін жағдайға жетті. Бұл әрине сауданы қымбаттатады. Есесіне бізде бұл енді бүгінгі үкіметтің де жасағаны, парламенттің де қатысы бар, осыны бақылап, қадағалап отқан. Қытайдың ең алыс нүктесінен Еуропаға дейін 14-15 күнде жететін мүмкіндікке жеткіздік. Кез келген пойыздың. Яғни біз жаңағы шекарада ұзақ ұстамаймыз, олардың ресми дерегіне сенеміз, олар бізге сенеді. Біз жолда ешқандай артық шлагбаум қойып атқан жоқпыз. Есесіне бұның бары бізге осы транзиттің еселеп артуына. Қазір мысалы үшін темір жолдың заманы. Арнайлап Қытаймен бірге локомотив жасайтын зауыт ашып жатырмыз. Жаңа вагондар шығаратын мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Осының барлығы айналып келіп, қазір Ақтауға келіп жатыр. Ертең ол да жетпей қалуы мүмкін. Мінекей бізде Қарғоста қазір тіреліп тұр ғой бәрі. Сондықтан тағы қосымша 2 темір жол өткелін жасап жатырмыз. Абай облысында басқа да дегендей. Осының бәрі де айналып келген кезде осы саясаттың белгісі ғой. Яғни тағы да қайталап айтамын. Өзбектен, Қырғыздан қызғанбауымыз керек. Біздерді талқылап жатырмыз ғой. Түркменстан арқылы егер ертең Ауғанстан тынышталатын болса, ол арқылы Үндістан жаққа қарай, Парсы шығанағына, Иранға, басқасына шығуға мүмкіндік аламыз. Енді қазіргі жағдайды көріп отырмыз, ондай жоспар орындала ма жоқ па, енді алдағы уақыт көрсетер. Бірақ ондай бағыттың жоспарының болуы да жақсы. Осыдан 10 жыл бұрын орталық маршрут дейтін, срединный маршрут деп жатамыз ғой, Каспий арқылы өтетін, біздің нарықтағы ең маргиналды бағыттың бірі болатын. Жарайды, кішкентай сауда саттығымыз бар, анда-санда паромдар жүріп тұрады деген сияқты болатынбыз. Қазір анау қайнап атқан логистиканың ортасы. Ақырындап сол үздіксіз саясатын соған жеткізді ғой. Жеткізді. Мынандай сұрақ, жаңағы Каспийді қозғап қалдыңыз, мұнай мәселесі де айтылды. Енді президент осы саммитте айтты ғой, біз Орталық Азия уранның кені бойынша әлемде 20%, бізде мұнайдың кені бойынша 17%-дің көлемінде, табиғи газ көлемі бойынша 7%. Және сирек металдар бойынша. Сирек металдар бар. Қазір Ирандағы жағдай түсінікті. Қытай Халық Республикасы күніне Ираннан 2 миллион баррель мұнай алады екен. Оның бәрі Парсы шығанағы арқылы өтеді. Егер дәл осы жағдай әрі қарай жалғаса берсе, не өзгеруі мүмкін геосаясат? Енді кем дегенде мұнайдың қымбаттауы, кем дегенде осы үлкен аймақтағы дүрдараздық кезінде ақш мысалы үшін баса көктеп Иракты бомбалап бітшін шығарған кезде, мейлі диктатор болсын, басқа болсын, Саддам Хусейннің кетуі ИГИЛ дейтін мәселені туындатты мысалы үшін.
ана мемлекет ыдырап кете жаздады быт болып. Әлі де ондай қауіп бар. Әлі шатқақ. Күрдтері бір бөлек шығуы мүмкін, басқа тайпалары бір бөлек шығуы мүмкін, шииттер мен сунниттер екі жаққа тартуы мүмкін деген сияқты. Иранның өзінде де жағдай оңай емес. Бүгін тек күшпен ғана тұрған мемлекет деп айтуға болады. Ал енді осы күштің осы пәрменді алып тастаңызшы, не болады екен? Азамат соғысы басталып кете ме? Мінекей кезінде Совет одағы баса көктеп кірген, 79 жылы кірген Ауғанстан әлі күнге дейін есін жинай алмай отыр. Қаншама проблема туындатты. 20 жыл ақшпен соғысты. Терроризм болды, наркотрафик болды, басқасы болды дегендей. Яғни билік факторының жойылуы, билік институттарының мүлдем қауқарсыз болып кетуі ол жерде вакуум тудырады. А вакуум дегеніміз ол жерге бүкіл қара пиғыл, ең жаман жаңағы ағымдар, ең тентек, ең қылмыскер ұйымдар бәрі сонда топтап кіріп кетеді. Сондықтан бізде де мысалы үшін Қазақстанда осы билікке немқұрайлы қарайтын, билікке өте бір сыни көзбен қарайтын азаматтар бар. Әсіресе сыни көзде билікті сынау керек. Бірақ мемлекеттің қауқарын әлсіретуге ешқашанда болмайды. Ол мәселе тағы да ашық сұрақ. Осы сұрақ әлі ашық қалып. Бізде мәселе аманатта емес. Бізде ең бастысы мемлекетіміз аман болсын, тәуелсіздігіміз. Айдос мырза, сіз байқайсыз ба, біз неге өзі жиі мемлекет пен билік шатастырамыз? Сосын байқайсыз ба? Сіз байқайсыз ба? Ол байқағанда кәдімгідей әп-әдемі байқаймыз. Сезінеміз. Мен кейде енді кейбір әріптестерім енді ешкім ренжімесін, кейде бірақ сайлаушылармен ұрыса кететін жағдайым да бар. Алматыда басқа кездесуде кәдімгідей біреулер шығып ап, сендер билік біз халық деп жатқан кезде мен ылғи сөзін білем. Мен айтамын, мен де халықпын. Мені халықтан бөлуші болмаңыз. Өйткені мен де халық атынан келіп отырмын, менің де артында халқым бар, менің де артында отбасым бар, руым бар, жерлесім бар, басқам бар. Мен сізден артық емес шығармын, бірақ сізден кем емеспін деген әңгімені жиі айтатын болып жүрмін. Мен осыны ішім сезіп жүр да, бұл жақсылыққа апармайтын. Сондықтан халық билік деудің керегі жоқ. Билік кетпелі, ауыспалы дүние. Кетеді, келеді, ертең басқа партия келер парламентке, басқа болар. Бірақ мемлекетіміз аман болсын. Бүгінгі биліктің әсіре сыншылары, радикалдық топтар тайраңдап жүргенінде осы мемлекеттің бар болуының себебінен. Ертең осы мемлекет кетсін, Құдай сақтасын. Орнына мысалы үшін бар жат діни ұйымдар, басқалар келсінші, ең алдымен артынан тебілетіндер осылар болады. Бірінші Еуропадан, немеде басқадан босқын болып кететін осылар. Біз емес. Сондықтан әр нәрсені ойлау керек, әр нәрсені егжей-тегжейіне дейін барып қана сөйлеу керек те. Бұл да үрдісті жеңіп келе жатырмыз. Әрине, біздің үгіт насихатта да кемшіліктер бар шығар. Біздің түсіндіруде де мысалы үшін кейбір әкімдер сынап жатады ғой. Халықпен неге дөрекі сөйлеседі басқа деп. Меніңше қазір халыққа ұнайтын емес, халыққа ұнамайтын сөздерді көбірек айтуымыз керек. Неге? Шындықты айту керек. Халыққа жағам деп жұмысын жасайтын болсаң, ешбір жұмысың бітпейтіні анық. Біз талай осы халыққа жалпақтаймыз, қоғамдық пікірге жақсы болғымыз келеді, жақсы көргіміз келеді. Қоғамдық пікір дегенде бұл қоғам емес, халық емес, әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі дегеніміз агрессивтік, ашшылық. Көп кішкентай ат төбеліндей тобы алады да, мысалы үшін бірігіп, мына депутатты құрту керек, мына министрді, мына әкімді құрту керек деп, мемлекетке өзінің көзқарасын, өзінің бір эстетикалық пиғылын таңғысы келеді. Бұл дұрыс емес. Билік сезіну керек. Өзінің қауқарында, халықтың да пікірінің қандай екенін сезіну керек. Мынандай мәселе, Қытай қазақ қарым-қатынасын әрі қарай жалғастырсақ, енді бұл жерде тағы бір үлкен мемлекет басшысының атынан шыққан кейстердің бірі Орталық Азияның жалпы ішкі өнімі жарты триллионға жуықтаған. Иә, нарығы. Бұл үлкен потенциал. Және шын айту керек. Жарты триллион, енді 500 миллиард доллар дегеніміз кез келген ірі нарық, кез келген ірі компания, алпауыт компания қызығушылық таныта алатын нарық. Бұған енді бұның сыртындағы жағдайды есептейікші. Қазақстан тек Орталық Азияның шеңберінде ғана қатып қалған жоқ қой. Біз осындай үлкенді кішілі шеңбердің ортасында, эпицентрінде тұрмыз ғой. Ар жағын есептесеңіз, Әзірбайжан тұр. Ар жағында Түркия тұр. Тіпті Венгрия тұр. Түркі одағына мүше болатын мемлекет. Осының бәрін ескеретін болса, біздің потенциалымыз қазір
және әлемдегі беделіміз де артып келе жатыр. Мінекей 1,5 айдың ішінде кешегі Қытаймен өткен саммит сияқты 3 саммит өтті. Еуропалық одақпен, Италиямен бөлек өтті, қазір басқалары да жоспарланып отыр. Жалпы орталық азиялық 5-тік плюс дейтін формат, Қазақстан ұсынған алғашқы үлкен форматтың бірі, бұл шын мәніндегі әлемдік дипломатиядағы жақсы инновация деп айтуға да болады. Өйткені өзіңіз ақтап отыр. Әлемде біз білетін бір ғана, мысал үшін, жұмыс істеп тұрған мысал бар. Еуропалық одақ. 27 мемлекет, айтуыр, ұрысып керіссе де, айтуыр, бір саясатқа келуге тырысады ғой. Біз есесіне ұрыспай керіспей өз мәселемізді шешіп жатырмыз. Және өзіміздің ішкі мәселемізді бейбіт жолмен шешуді үйреніп келе жатырмыз. Мінекей жақсы мысалы, өткенде Қазақстанда, Өзбекстанда, Қытайда, басқа мемлекеттерді қол шапалақтап тұрып, Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы шекара дауының бейбіт жолмен шешілуіне нүктесін қойды. Айтуыр, екі жақта деген шығар. Шынымен де ол жақсылық болмас еді. Екі жақ айтысып кетсе, мен сізге шынымды айтайын. Енді дипломатияның, парламенттік дипломатияның ішінде жүрген адаммын ғой. Мысалы үшін біздер Қырғызстанға көмек көрсетіп жатқан кезде тәжіктер ренжіген кезі болды. Сіздер неге осы қырғыздарға көмектесе бересіздер? Немесе керісінше тәжіктерге неге көмектесе бересіз? Олардың тілі де бөлек қой дейтін әңгімелерді айтқан кездердің есімде. Кім екенін айтпай-ақ қояйын, бәрі танымал депутаттар, танымал өз елдерінде тұлғалар ғой. Бірақ соның бәріне басу айтуға мәжбүр болатынбыз. Енді сіздер енді кішкене кеңірек қарасаңыздаршы, әрине біздің туыстығымыз ешқайда кетіп қалмайды. Тіліміздің, діліміздің жақындығы да ешқайда кетіп қалмайды. Бірақ осында тұрған бәрі 5 мемлекет бәрібір бір-бірімізге тәуелдіміз. Бір-біріміздің күніміз бір-бірімізге қарап отыр. Су мәселесінде болсын, басқа мәселесінде болсын, біреуіміздің шалқып, біреуіміздің балқып жатуымыз мүмкін емес. Егер өссек бірге өсіп өнеміз, өшсек бірге өшеміз. Өйткені мысалы үшін Өзбекстанның бөлінуі, Қырғызстанның бөлінуі, ол қасында тұрған елдерге теріс әсер етпей қоймайды. Терроризм болсын, экстремизм болсын, жат ағымдар болсын, басқасы болсын. Сол себепті де бір шамадағы саясат ұстану, бір-бірімізге кешіріммен қарау, тіпті қарапайым ғана мысал, біздің әлгі кейбір қазекеңдердің өзбек немесе қырғыз ағайындарға мұрын шүйіріп, гастарбайтер, басқа дейтін сияқты әңгімені айтатындарына менмендігін қайтесіз? Біз ол стереотиптен құтылған сияқтымыз. Құтылып жатырмыз. Иә, мен бүгін ғана бір арнайы осы туралы бағдарлама түсірген болатынмын, сонда айттым. Бұл да бір санадағы сілкініс. Біздің қазір кеше ғана дерегін алып отырмыз, ресми түрде 150 мың қазақ гастарбайтер әлемде жұмыс істеп жүр. 100 мың Ресейде, 30 мың Оңтүстік Кореяда, кейбір елдерде. Енді мен айттым, ақыры осындай жағдай ма? Шынды деу керек. Барды деу керек. Шынайы саясат, прагматикалық саясат, ол өмірмен санасудан туындайды. Саған ұнамайтын шындықты мойындаудан туындайды. Соған қатысты саясатты жасаудан, жүзеге асырудан туындайды. Сол себепті де қазір мысалы үшін бір ғана мысал айтайын, кеше ғана жұмысқа алдық, осы жақын арада жібереміз Сенатқа. Катар мемлекетімен президент барған кезде арнайы келісімге қол қойды. Біздің Қазақстанның жұмыскерлерінің құқықтарын сақтау жөнінде, оларға тырнақты батырмау жөнінде, медициналық, әлеуметтік, біліми, басқа да көмекті көрсету туралы. Қарасаңыз, енді көп адам емес сияқты. 710 адам бар екен. Катардың мұнай газ компанияларында, әуе компаниясында, басқасында істеп жүрген 710 адам бар. Соларға бола мемлекет аралық келісім шартқа қол қойып отырмыз. Оңтүстік Кореяда қанша газ? Оңтүстік Кореяда қазір 30 мыңның үстінде, жартысы кәріс. Жоқ, оның себебін айтып берейін. Жоқ, Айдос мырза, сұрақ басқа. Жоқ, енді себебін айтыңыз, мен де себебі бір ғана мәселеде кезінде дәл осындай келісім Оңтүстік Кореямен болуы мүмкін бе? Болады. Жоқ, болады. Бұл анық болады. Кеше ғана әріптестеріміз келіп кетті. Оларда мына соңғы кезде бір кикілжіңдер болып кетті ғой. Импичмент болды, басқа болды. Сол кішкене уақытын шегерді. Бірақ екі министрлік, екі елдің еңбек министрлері қазір қарқынды жұмыс істеп келе жатыр. Құдай қаласа, жақын арада бір үлкен ірі сапар болған кезде оған қол қоямыз. Соны парламенттер өткізгеннен кейін біздің азаматтар тең дәрежеде білім алуға, денсаулығын сақтауға, полициядан қашып құтып жүрмеуіне, басқасына кепіл болатын келісімшартқа қол жеткіземіз. Көлеңкелі экономикасына қызмет етпеуге. Иә. Жоқ, енді біз көріп отырмыз ғой. Жаңа 150 мың дейтін адам, енді әрқайсының 4-5 туысы бар дейікші. Ол кем дегенде 1 миллион адам деген сөз. Ал осы цифр негізі ашық айтылмайтын бізге. Сіз қайдан алдыңыз?
бұл енді ресми мемлекеттік органның директоры. Қазір енді оның үстіне қазір Нацбанктың, ұлттық банктың Қазақстанға ай сайын, 90 сайын, жыл сайын осы елдерден келетін аударымдарын қараңыз. Ақша аударымдары. Миллиардтаған ақша. Ол тек қана өзін ғана асырайын деп барып жатқан жоқ қой. Қор жинайын, есеп шот ашайын, кредит алайын, басқа алайын деп барып жатыр ғой. Ағайыма, шешеме көмектесейін, әкеме көмектесейін деп барып жатыр. Жастар ғой көбісі. Иә. Және жақсы компания. Енді мен білсем, екі ғана бағыт ұстауымыз керек сияқты. Біріншіден қылмысқа, басқаға ұрындырмау. Екіншіден Қазақстаннан бай, Қазақстаннан технологиясы, еңбек этикасы, еңбек өнімділігі дамыған елдерге барып жұмыс істесе, мен тек қана қуанамын. Мына мәселеге назар аударуымыз керек. Бізде өзі шетелге турист ретінде барып келген қазақтарды айтпаймын. Иә. Гастарбайтер болып келген азаматтар кәдімгідей көз қарасы, білім көкжиегі әжептәуір өзгеріп келеді. Еңбекке деген көзқарасы, ұстанымдары. Ерқанат мырза, қараңызшы, біздің елде әлі де болса Алматы көрмеген, Астана көрмеген, өз облысынан басқа 19 аймақты көрмеген қазақтың саны әлі күнде жетерлік. Шетелге шықпақ түгілі. Біздің енді менің арманым жалпы қазақтың баласы, әр қазақтың баласы өмірінде кем дегенде әр бағыттағы, біреуі Азиядағы, біреуі Еуропадағы мысал үшін, біреуі Америкадағы үш құрлықты мысал үшін көріп, көзімен көріп, еліне қайтып келсе екен деймін да. Сонда жалпы елдің қадірі деген өседі. Елге деген құрмет артады. Әлем біз ойлағандай керемет емес. Әлем біз ойлағандай бір ғажап, бір үлпілдеген бір дүние емес. Әр елдің өзінің қиындығы бар, әр елдің өзінің жағдаяты бар, ішінде жүрген адамдар. Мен таңғалатын бір мысал үшін Америкаға барып оқып келген адамдар, Американың ең бірінші сыншысы болып шығады екен да. Білеміз ғой, көрдік қой. Олар өзіне қарабасын деген сияқты әңгімені айта бастайды. Жақсы білімде Оксфорд, Гарвард деген сияқтыны бітірген жігіттердің өзінен аузынан естіп отырасың. Туризммен өмірді шатастырмайды деген сөз ғой енді бұл айтқан кезде. Шын өмір қиын. Енді көріп отырмыз. Мысалы үшін Америка тығылып жүрген қазір азаматтарды қайта жаңағы депортациялаймыз басқа деп қазір қорқытып үркітіп жатыр. Еуропада да ондай жағдай бар. Жұмысшылар мәселесін қозғадыңыз. Бізде негізі өте бір өзекті мәселе. Мына 5000-ға жуық қазақ-қытай кәсіпорын жұмыс істейді екен Қазақстанда. Иә. Бұл бірден айтайық, мыңдаған жұмыс орны. Иә. 25 миллиард доллардың инвестициясына, келісімшартына қол қойдық екі жақтық. Бұл да тағы да көптеген жұмыс орны ашылуын алып келеді. Және 2030 жылға дейін біз 40 миллиард долларға жеткізуіміз керек еді. Қазақстан Қытай бизнесі сауда саттық. Қазір 100 миллиард деп отырмыз. Жоқ. Межені. Біз әлі 2030-ға дейін 5 жыл бар ғой. 5 жыл болмай тұрып 44 миллиардтан асырып жүріппіз. 40 миллиардтан асып кеттік. 40 миллиардтан асып 44-ке жетті. Бұл енді жетістік. Бірақ Қытай бізге 108 миллиард теңге көлемінде қайтарымсыз грант бөліп жатыр. Негізі Шри-Ланка, Пакистан сияқты мемлекеттер білесіз, тәжірибе бойынша Қытайдан осындай қаржыны алып, халықтың жиі айтатыны да осы ғой, білесіз, қайтара алмай кіріп тұрып болып қалған жағдайлар. Ондай жағдайлар бар, Африкада бар, Азияда бар. Жоқ, бұл жерде екі нәрсе бар. Жағдайда осы біз неден сақтануымыз керек? Нені ескеруіміз керек? Енді басын ашып алайық, Осын түсіндіріп берейікші. Басын ашып алайық. Біріншіден, қазіргі күні 260-қа жуық жобалар қарастырылып жатыр. Олардың сомасы 67 миллиард доллар. Бір деректе. Егер оның бәрі жүзеге асатын болса, Қазақстанда мерзімдік емес, сезондық емес, басқа емес, тұрақты 50 мың жұмыс орны пайда болады деген сөз. Және жалақысы жоғары. Жалақысы тұрақты, әлеуметтік төлемдері бар, салығы бар, басқасы бар. Ол енді 50 мың жұмыс орны дегеніміз, енді отбасысы бар, басқасы бар, тағы да көбейте беріңіз. Ол тек қана өзі құрылып қоймайды ғой. Ол құрылғаннан кейін тамақ ішу керек, зауыт болатын болса. Ол басқа жағдайы бар. Біреуден сауда-саттық жасауға керек, біреуге логистикамен жұмыс істеу керек, той-томалағын да өткізу керек шығар деген сияқты. Сондықтан бұл мультипликативті эффект дейді. Әрі қарай дамыта береді. Жалпы осындай өндірістердің көбейе бергені дұрыс. Біз мына кейбір қазақтың басында мынадай ой бар. Фабрика салса, зауыт салса, міндетті түрде онда 100 мың адам істеу керек, 50 мың адам істеу керек дейтін. Ол заманнан өтіп кеттік. Қазір ең үлкен зауыттарыңыз 2 мың, 3 мың адам.
Өйткені робототехника келіп жатыр, жаңа заман келіп жатыр. бір жұмыссыз робот зауыт ашып жатыр. Иә, ондай да бар. Енді екінші жағын айтайық. Жаңа өзіңіз айтқан Қытайдың басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы және Орта Азияның бізге келмей ме басымызға дейтін әңгіме. Кіріптарлық қой. Кіріптарлық деген ол неден туындайды? Біріншіден, өз алған міндеттемеңе үлкен жауапкершілікпен қарау керек деген сөз. 10 рет есептеп, егжей-тегжейлеп, соны алдың ба, мойныңа арттың ба, оны аяғына дейін жеткіз дейтін принцип бар. Енді біз білеміз, Азиядағы, Африкадағы әсіресе жемқорлық, басқа біздікінен асып түсетіні анық. Мен сізге Құранға қол қойып дәлелдей аламын, керек болатын болса. Біз кейде өзіміз таусылып жатамыз ғой. ЛРТ-ні еске аласылайық, жетеді соны. ЛРТ бар, жарайды, ол да бар ғой, бар нәрсені бар деп отырмыз ғой. Бірақ енді шын мәнінде қарайтын болсақ, біздікі айналайын. Және біз жүйелі түрде осы жемқорлықты азайту тұрғысында заңнамамен қазір қатты айналысып жатырмыз. Қаншама заңға, ратификацияға, басқаға қылмыскерді беру, ақшаны қайтару, капиталды қайтару туралы заңдар, ратификациялар келіп жатыр. Ұлттық заңнама түбегейлі өзгерейін деп жатыр. Ымдап пара сұрағанның өзін қылмысқа айналдырайын деп жатырмыз. Пара алмақ түгілі. Бұл заманға да келеміз. Осы алдағы жылдан бастап. Бірақ айтпағым, жаңағы міндеттемелерге жауапкершілікпен қарау. Айттың ба, жаса. Я айтпа дейтін әңгіме бар. Африкадағы, Азиядағы осы кейстердің көбісі осыдан кеткен. Сондықтан бізге мына жобалардың келуі еліміздегі жемқорлықтың басқаның азаюына алып келуі тиіс. Өйткені біз осындай жағдайда қоғамға барласуымыз керек. Бізде мен талай жиындарда, талай топтармен кезіккенбіз. Сонда да айтқам, мінекей Қытайдың мынадай жобасына қарсы шыққанша ішіне аралас. Өзің көзіңді жеткіз. Экологиялық стандартқа сай ма, сай емес пе? Технологиялық тұрғыдан жаңа ма, жаңа емес пе? Тиімді ме, тиімсіз бе? Қоғамдық кеңес құр, басқасына аралас, жұмысына аралас, кір, қара, сол азаматтармен сөйлес. Жұмыс істеп жүрген азаматтармен сөйлес, әкімдікпен сөйлес. Қайта басқарып кетіп, осының ішіне араласып кету арқылы ғана жағдай жақсартуға болады. Мінекей мен бір ғана мысал келтірейін. Үндістан дейтінде қиын мемлекет қой енді. Ол жақта да 1,5 миллиард адам бар. Кезінде жемқорлық мәселесі тым шектен шарықтап кеткен кезде, олар үлкен дүниежүзілік банк бар, басқадан бар, технологиялық гранттар алады екен. Жол салуға, инфрақұрылым дамытуға. Сонда да мысалы үшін ұрлық көбейіп кеткен ғой. Сол кезде олар былай айтыпты. Мына негізі жол салу деген ол бір сұмдық бір процесс емес. Құпия емес, сиқыр емес. Ол технология. Технология болғандықтан оның нақты жолдары, шарттары бар. Сонда былай депті. Жолдың бойында отырған саудагерлер бар ғой. Су сататын, шемішке сататын, жолмен жүретін, сол ауылдың қарты бар, басқалар бар. Солар жинапты да жолдың бойына бәрін үйретіп кетіпті. Қараңыздар, сіздің қасыңыздан жол өтіп жатқан кезде, анау құрылысшылар келіп салып жатқан кезде қолдарыңызға линейканы алыңыз. Сосын есептеңіз сызғышпен. Құмы осыншама сантиметр болу керек, щебенкасы осыншама сантиметр болу керек, асфальты мынадай болу керек, бетоны мынадай болу керек деп. Егер осыдан бір ілік тапсаңыздар, мынадай WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар, біздің инспекторлар келіп тексереді депті. Бұның өзі сол жол құрылысындағы ұрлық қарлықты еселеп қысқартыпты. Құрылысшылардың өзі қорқатын дәрежеге жеткен ғой. Бізге неге олай айтпеске? Бізде не жолдың бойында ауыл жоқ па, жолмен жүретін адам жоқ па? Бізде бірен-саран белсенділер бар. Бірақ қоғам ретінде біз әлі осыған кіре алмай жатырмыз. Жамандағанда мәстірміз. Жан шығарып тұрып, кәдімгідей айтатын жерге дейін, жет атаға дейін боқтап, бәрін қарық қыламыз ғой. Бірақ өзіміз араласып көрейікші. Қоғам болып, ауылымыздың учаскесі 15 километр ме, 15 километрді өзіміз 100 метр сайын адам қойып тексеріп отырайықшы. Жағдай басқаша болады мүлдем. Кейде біздің қазақтарда мысалы үшін 2 адам жұмыс істеп жатады, 10 адам көлеңкеде жатады. Соларға келіп әңгіме айтайық. Жігіттер, сендердікі не жатсыз? Күнәлі батқан жоқ қой. Деп мысалы үшін жұмыс істеп көрейікші. Еңбек өнімділігі деген, басқа деген осыдан туындайды. Бізге еңбек өнімділігін экономиканың дамуы үшін еселеп арттыруымыз керек. Мына кәрістерді айтып жатырмыз. Кәрістерге мысалы үшін барып келген жігіттер, қыздар айтады ғой. Бұлардың жұмыс істеуі деген Құдай сақтасын дейді. Әлемде ең ұзақ еңбек аптасы оңтүстік Кореяда.
бұлардың сабаққа дайындалуы, мемлекеттік емтиханға дайындалуы, конкурсқа дайындалу біздің балалардың түсінуді бермеген. Көбісі еңбек өнімділігінің жақсы екенін көрсеткіш емес қой. Бізде мысалға Белоруссия еңбек өнімділігінің бізде неше есе артық мысалға. Жоқ, енді қараңызшы, бұл жерде мәселе деген еңбек өнімділігі неден туындайды? Дәл сондай күрекпен, дәл сондай трактормен, дәл сондай компьютермен көбірек өнім өндіру ғой. Бізге сол жағынан қиындау. Біз әлі де болса көп жағдайда ұтылып келе жатырмыз. Бидай өндіруден. Жоқ, енді қараңыз, бидай өндіру деген, картоп өндіруден. бидай өндіріп, бидайдың өзін сату деген, ол қорлық. Иә, бидайды 4-ші, 3-ші передел дейтіндер болады. Бөлініс. Соған дейін апару керек. Оны сатудың өзі, иә, 1 миллиард долларлық зауыт, 2 миллиард долларлық зауыт ашқай жатыр. Біздің де, мысалы үшін азаматтар ашып жатыр қазір. Біздің сенатта жүрген Зәкіржан дейтін ағамыз бар ғой. Біреуін Алматы облысында, біреуін қазір Шымкент, оңтүстік Қазақстан облысында ашып жатыр. Мына жүгеріні 3-ші, 4-ші, 5-ші переделге дейін апаратын. Есесіне, әр осындай бөлініс, передел бағаны 10 есе өсіріп отырады екен. Сен мысалы үшін бидайың 10 теңге болатын болса, оның 20 теңге, келесі өнімдерің одан әрі кете береді. Еселеп. Сондықтан пайда жағын есебіне еңбек өнімділігі деген осы. Қарапайым ғана мысал, кезген қасапшыдан сұраңыз. Сиырдың тушкісі бір баға болатын болса, жақсы қасапшы оны 3 есеге дейін бағасын арттыра алады екен. Жақсы сүйектерін бөліп, еттерін бөліп, басқасын жасап дегендей. Мүшелеп. Сол сияқты нәрсе. Біздегі осы әріптесіміз Диас Нұрақын деген азамат, журналист. Әлеуметтік желіге бір жазба жазды. Пікірі ерекше. Панданы білесіз қой. Панда енді Қытай Халық Республикасының үлкен дипломатиясы. Үлкен дипломатиясы, өзі қалаған, ұнатқан. Өзі ұнатқан, өзімен экономикасы дамыған, сауда саттығы жақсы елдерге панда сыйлайды. Панда сыйлайды, қос панда сыйлайды. Біздің де мемлекет басшысы енді Макронға таз сыйлады. Мысалға. Соны Елисей сарайында көрдік оны. Иә, бұл қазір басқа мемлекеттің басшыларымен жүрген кезде қасында екі тасы. Қасында еріп жүреді екі тасы. Шынымен де былай, енді Париж бізге жат ел емес, Қытайда жат ел емес. Қанша 2-3 миллионға жуық қазағымыз жатыр сол жақта, өмір сүріп жатыр, тіршілік етіп. Әлі жаңағы әміре ән айтқан керемет, енді былайша айтқан кезде бір осының барлығы Мұстафа атамыз өмір сүрген, енді айта берсе көп қой енді. Еуропаның алпауыт мемлекетімен бір қарым-қатынасымызды бір межеге көтерді. Бұл дипломатиялық құралды айтамыз. Енді Си мырзаға біз 1,5 киік тарту етті. Неге таз емес деген сұрақ туындап жатыр. Жоқ, енді біздің халықтың, жалпы біздің халықтың сыни пайымына өте бір риза болу керек біз. Әсіресе комментарий жазған кезде көбінесе видеоларды комментарий оқу үшін кіретін шығарсыз сізде, мысалға бір тұшымды пікірлер айтады, қызық пікірлер айтып жатыр. Әртүрлі пікір айтылады. Неге таз емес деген сияқты пікір айтып жатыр. Сосын ел бұл киікті сыйлыға тартуын бір жылы қабылдады. Сосын Си мырзаның өзі ерекше қабылдады деп естідік. Қаншалықты рас өтірігін білмеймін, ерекше қатты қуанды деп естідік. Енді қараңызшы, мынада екі дипломатияның бұл тәсіліне сіз қандай баға бересіз? Киік дипломатиясы деп айтайық па? Бірақ енді қараңызшы, киік дипломатиясы тек қана бізбен көршілес елдерге ғана жүреді. Киік басқа жерде өмір сүре алмайды. Қытайда осы киіктің өмір сүру ареалында тұрып жатқан жәндік, енді қанша динозавр көрген хайуанды ғой, байғұстар. Адамнан аса алмай қалды кейбір кезде. Енді қазір Құдайға шүкір саны артты, басқа шаралар жасап жатырмыз. Мен жақында бір Ресейдің газеттерін оқысам, біздің қазір жан-жаққа қашқан киіктеріміз Астрахан, Саратов облысындағы фермерлердің жанын шығарып жатыр екен. Енді фермерлер бізді де қызыл кітапқа алыңдар, бізді де сөйтіп қызғыштай қорғаңдар деген әңгімені айтып жатыр екен де. Бұл енді әзіл. Енді әрине әртүрлі жағдай болады. Енді мен енді Си Цзиньпиннің үй ішінде қандай тірлік етеді. Енді әр адам әртүрлі болады. Біреу кітапқа жақын болады, біреу аңға жақын болады. Енді о жағын білмейді екен. Бірақ енді киік деген меніңше жақсы символизмі бар дүние. Шынымен де мысалы үшін киіктің санын қайтару дейтін мәселе. Бұл енді әлемдік биология тарихында көп кезіге бермейтін феномен. Ди Каприоның өзі айтты ғой, мысалы үшін, арнайлап. Қазақстанда жасалған Алтын дала деген бағдарламаның қандай эффекті бергенін айтып жатыр. Бір жағынан соның көрсеткіші, екінші жағынан осы біздің ортақ мүдделестігіміздің, көршілестігіміздің, тағдырластығымыздың бір көрінісі шығар. Басқаға ит сыйлайық, құс сыйлайық,
мына бізге келген мысалы үшін арабтар, ұтпаса ұтылмаймыз. иә, бізге келген арабтар үнемі Сұңқар құстарымызға. сұңқар ұстағысы келеді. Олар арнайы ұшақтармен сұңқарын алып келіп осында. Білесіз бе, Қызыл кітапқа кірген дуадақ дейтін құс бар. Соны кәдімгі инкубатормен шығарған ғой осында. Қазір сол кезінде жойылудың алдында тұрған дуадақтар Балқашқа дейін жетіп жатыр екен. Мінекей кеше Еуропаның бүкіл зоопарктерінен құланымызды қайтарып жатырмыз. Торғайдың даласына 27 мен 28 әр елден келген құланның жаңағы Жолбарыс алып келдік. жолбарысты алып келді. Енді ол да қиын мәселе, енді әрине ол қаншалықты болатын. Бірақ енді құлан қазір кәдімгідей жерсініп, әдемі болып, енді болашақта бәлкім құлан енді киіктей болмас енді, бірақ санының өсуі, сапасының өсуі дегенге сенім келеді. Бір жақсы бір ырым деп есептеймін. Сонымен дипломатияда бұл өте бір жақсы сәттік қадам деп баға бересіз ғой, Иә. Жолбарыстың келуінде де жақсылыққа балау керек сияқты. Қалай дегенмен эко теңдікті сақтайды ғой. Мысалға қасқырлардың азайып кетуі, жолбарыстардың жоқ болып кетуі. Бұның барлығы осы киіктердің көбеюі, мысалға эко теңдікті белгілі бір деңгейде сақтайтын шығар деген үміттеміз. Айдос мырза, сұхбатыңызға рахмет етемін. Сізге рахмет. Мына қазақ даласындағы киіктердің көбейген сияқты экономикамыз да дәл осылай өссе екен, күшейсе екен деп эфирімізді аяқтағымыз келеді. Біздің хабарымыздың аты баптаймыз. Мұхтар Мағауин шабыт деген жоқ, еңбек бар, машық бар, бап бар дейді. Әр қазақ бір кәсіпке еңбектеніп, машықтанып, бабын тапсын, баппен бірге бақ жанады. Біздің парақшамызға жазылыңыздар, бөлісіңіздер сұхбатымызбен, пікір білдіріңіздер. Сау болайық.